Ешқандай суыққа тоңбайтын Астана қаласының тұрғыны Қайырбек Аяшев жерлесіміз бүкіл әлемді таңғалдырғаны белгілі. Дәл сондай ерекшелік бар азамат Қызылорда қаласына да бар. Облысымыздың аязы мен қара суығына қарамастан жаздық киіммен жүретін Олжас Баймаханов ерекшелігінің сырымен бөлісті. Оның ешқандай ғылыми объяснениесі жоқ. Мен денемді жаттықтырып, дизайныма жетіп, өйтіп шыныққан емеспін ешқашан. Просто үйге біз андай мощный котел қойып қойғанбыз. Түнімен үй жанып тұрады енді. Түнімен ұйықтаған кездегі жинаған жылуымды алып, күндіз целый ден жетеді. Жұрттар бүрісіп жүреді. Енді бұның пайдасы да бар. Жұрттар қыстық киім алып, киім де қымбат білесіздер, қыстық киім алып жатады. Соған эконом. Былайынша мен шортымен жүретінмін, қатын жуып қойыпты просто. Сосын қалай айтсам екен енді, жұрттардікі суықта мейіз болып қалып жатады ғой. Менде ондай жоқ. Свободно тұра береді. Енді жұрттар біреуі бүйтіп қарап жатады, біреуі күледі, біреуі келіп сұрайды, қалай деп. Қызық қойын жұрттарға. Енді білмеймін, өзіме үйреншік жағдай, үйреніп қалғанбыз, жүре береміз. Рахат. Негізі естідік ол кісі туралы. Біз енді қуаныштымыз. Ол кісі бізден Навен деген котел сатып алған ғой. Навенді білесіздер, Қазақстан бойынша номер 1 котелдардың бірі. Біз Қызылордада Навен мен Феролидің дистрибьюторымыз өзіміз. Бұл енді котелдардан басқа құрал саймандары бар, және де сантехникалық заттары бар. Котелдарға кепілдігіміз бар. Бізден кеп алыңыздар, жаңа кісі құсап тоңбай жүресіздер. Татьяна Дубакова, Евгений Отморозок, ПТК арнасы.